Саламатсыздар ма балалар? Әдебиеттік оқу пәні 31-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы мектептегі оқу. Бүгінгі сабақта мәтіннің бөліктерін түсініп оқу есімдері оқиғаны болжап айтасыңдар. Бірінші тапсырма. Мақал мәтелдердің мәнін түсіндір. Күш білімде, білім кітапта. Ғылым теңіз, білім қайық. Білегі күшті бірді жығады, білімі күшті мыңды жығады. Екінші тапсырма, мәтінді түсініп оқы. Ауылға келген мұғалім. Ауылына келген, Европаша киінген, сұңғақ бойлы Ахметтен деген аққұба жігітті Мағжанның әкесі Бекен ізетпен қарсы алды. Қой сойып, қонақ етеді. Ас үстінде Ахметтен өзінің башқұрт жігіт екендігін мойындайды. Бұл хабар Бекеннің және Гүлсім апайдың да құлағын елең еткізеді. Балаларына мұғалім керек еді. Сөйтіп, Ахметтен Бекен ауылының мұғалімі болып орналасады. Бекен мектепке арнап жеке отау тігіп береді. Мектептің ішіне тақта, үстел, орындық, қор, дәптер, қалам сияқты барлық керекті заттар қойылады. Сонымен Бекеннің үйінде ашылған мектепте оқу басталады. Әттең не керек, ересек балалар оқуға еркін кіріскенмен 4 жастағы кішкентай Мағжанды ешкім есіне алмайды. Дегенмен 3 жасында атасы Жұмабайдан менің атымды осы немерем түбінде әлемге әйгілі ететін болады деп бата алған кішкентай Мағжан қарап отырмайды. Әуелі мектептің есігінен сығалап жүреді. Бірнеше күннен соң босағаның жанына барып отырып алады. Ол мұғалімнің бір сөзінде босқа жібермей тыңдап, ұғып алуға тырысады. Кішкентай баланың бұл қылығын ересек балалар көріп күле бастаса, мұғалім қайран қалады. Бір күні мұғалімнің тақтаға жазған сөздерін Мағжанның үлкен ағасы Мүслім дұрыстап оқи алмай тұрады. Сол кезде кішкентай Мағжан сонда Ахметтен мұғалім жас баланың қолынан ұстап жетектеп әкеледі де ең алдыңғы партаға отырғызады. Бүгіннен бастап Мағжан сен де менің шәкіртімсің дейді. Сөйтіп 4 жасар Мағжан мектеп есігін ашады. Мағжан Жұмабаев шығармалары жинағына. Европаша Европада тұратын адамдардың үлгісінде деген сөз екен балалар. Ал енді тапсырмаға қараймыз. 3-ші тапсырма. Мәтіннің әр бөлігіне тақырып ойластыр. Ауылға жаңадан келген мұғалім, кішкентай Мағжанның зеректігі, 4 жасар Мағжанның мектеп есігін ашуы. Салыстыра сипаттаңдар. Мәтіндегі сынып бөлмесі мектепке арнап отау тігілген. Мектептің ішіне тақта, үстел, орындық, бор, дәптер сияқты заттар қойылады. Сенің сыныбың, менің сыныбым үлкен, іші жарық, үлкен тақтасы, парталары мен орындықтары бар. Әр баланың жеке партасы бар. Терезенің алдында әдемі гүлдер тұрады. Қабырғада көрнекі кестелер ілініп тұр. 6-ші тапсырма. Сыныбыңда қандай заттар тұрғаныңа зер сал. Тағы не болғанын қалар едің? Нені артық деп санайсың, түсіндіріп көр. Сыныбымда су ішуге арналған құрал болғанын қалар едім. Себебі сабақ уақытында оқушылар шөлдейді. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымызды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.